Түркістан облысында ерекше білім беруді қажет ететін 26.197 бала бар. Оларға 31 арнайы білім беру ұйымдары қызмет көрсетіп жатыр. Жыл сайын психологиялық, медициналық, педагогикалық кеңес беру мекемесінен 13 мыңнан астам бала кеңес алады. 1990 жылдары ерекше білім беруді қажет ететін балаларға 9 арнайы мектеп-интернаты жұмыс жасады. Қазіргі таңда 1643 бала мектеп-интернаттарында білім алуда. Психологиялық, педагогикалық түзету кабинеттерінде 1650-ден астам бала көмек алады. Облыста инклюзивті білім алып жатқан балалардың саны 9297 баланы құрайды. Январ айында Алматыға, Ақсайға барып, сол жерде білдік, бұның құлағында үш, құлағы 4-ші степень екен, туға оқисын. Содан кейін мына аппараттарды алып, 2-3 айдың ішінде, Аллаға шүкір, жаңа көрініп, уже пақпақтар жаттады. Көп әсер жақсы тиіп жатыр да мына мектепке. Өзі сонысы құмарланып мектепке барсам деп ынтығып тұрады. Сонда мынау балдарға кетер кезде, күніге азанда кетер кезде дұға жасаймыз, Алладан тілеп. Здравствуйте, меня зовут Шухлан. Я воспитываю особого ребенка, его зовут Медин. Сейчас ему 10 лет. Наш диагноз – аутизм, синдром Аспергера. Инклюзия пошла нам на пользу, надеемся, в будущем увидим еще более лучшие результаты.